Пайғамбарымыздың Алланың игілігіне сәлем болсын, романтикалық өмірінен бір үзік сыр. Өткен жолы бір дін қызметкерінің Мұхаммед Алланың игілігіне сәлем болсын, романтик болмаған дейтінде қателеседі деген сөзі бізді біраз ойландырып қойды. Осыдан кейін аз кем ізденіп көрдік. Расында Алланың елшісінің Құдай қосқан жарының арасындағы махаббат, романтика, нәзік сезім, шынайы сенім, сүйіспеншілік, ыстыққа бірге кию, суыққа бірге тоңу, тағысын тағылар. Адамзат баласы үшін өлмес өнеге, мәңгілік ғибрат. Шіркін, ғибратты жырлайтындар Мұхаммедтің романтикалық өмірін, шаттыққа толы шаңырағын, жанұясындағы жылулық пен жұмсақтықты күллі әлемге паш етсе деген ой түйседе екен. Пайғамбарымыздың Алланың игілігіне сәлем болсын бүкіл өмірінің әрбір салихалы сөзі мен ізгі амалының арасынан тек ер мен әйелдің сүйіспеншілігін арттыратын оқиғаларды бөлек сөз етер болсақ, алатын бұл сабақ, түйетін ой көп. Бірінші сабақ – әйелді еркелету, оған еркелеу әдісі. Алланың елшісі, Алланың игілігіне сәлем болсын, Айша анамызды Аиш немесе Хумейра деп атаған. Аиш деген өміршең деген екен, мағынаны білдіреді. Ал Хумейра деген мағына қызыл өңді дегені. Жүзі қызғылт болғандықтан осылай еркелетіпті. Еркелету нәзік жанның осал тұсы. Еркелету босаңсытып жіберу емес, керісінше сезімін оятып, сүйіспеншілігін күшейту. Пайғамбарымыз Алланың игілігіне сәлем болсын жарын еркелететін, әрі оған еркелейтін. Болашақ қалыңдыққа үйлену алдында оған неше түрлі тәтті сөздер айтып, сезімдерімізді білдіретініміз өтірік емес. Ал отау құрғаннан кейін жаным, асыл жарым, сүйіктім, сүйкімдім деген тегін сөздерге сараң боп қалатынымыз түсініксіз. Неге? Өйткені сезімдерін өшіретін де өсіретін де өзіміз екен. Кейде бір ауыз жылы сөздің өзі шаңырақтың шырайын кіргізіп, отбасының берекесін арттыратыны ақиқат. Керісінше бір ауыз сөз жүректерді суытады. Екінші сабақ. Жарыңды жақсы көретініңді жария айту. Сахаба Амар ибн Әл-Ас Алла елшісінен Алланың игілігіне сәлем болсын, ең жақсы көретін адамыңыз кім деп сұрағанда, Айша деп жауап беріпті. Әйелімізді жақсы көретінімізді өзгеге айту былай тұрсын, кейде өзіне айту қысылып, сөз шығындауда сараңдығымыз жібермей қалатынын несіне жасырайық. Бірде Айша анамыз пайғамбарымыздан, уа Алланың елшісі, мені қаншалықты жақсы көресіз деп сұрайды. Сонда ол, мықты түйін мен жуан жіп сияқты деген жауап қайырады. Уа Алланың елшісі, сіздің түйініңіздің жағдайы қандай деңгейде? Ол өз орнында. Осыдан кейін олар бір-бірінің сұлулығын сипаттайтын өлең жырлар айтатын. Ауыздары берік болса да бір-бірін сүйіп, жүректері шынайы сезімдерін білдіретін. Пайғамбарымыз бір күні Айшаға Умму Зәр туралы хикаяны баяндап, сөзінің соңын Умму Зәр Абу Зәр үшін қандай болса сол секілді сен де маған сондайсың деп аяқтайды. Күйеуінің бұл сөзіне орай өзінің де терең махаббатын білдірген ол, сен мен үшін Абу Зәр Умму Зәрға қымбат болғаннан да қымбатсың дейді. Бұл сіз мені жақсы көргеннен де қатты жақсы көремін дегені. Үшінші сабақ. Жарыңның жақсы көретінін жақсы көру немесе оның қалауын терең сезіну. Айша анамыз пайғамбарымыздың нені жақсы көретінін, нені қалайтынын, қандай тамақ ұнататынын терең түсінді. Сол секілді Алла елшісі де
жарының нені ұнататынын жақсы білді. Айша анамыз бұлай дейді: ыдыстан су ішіп, оны пайғамбарға ұсындым. Ол да мен ішкен ерін тигізіп су ішті. Сүйек кемірген соң оған бердім. Ол менің аузым тиген жерден мүжіді. Қандай ыстық сезім, күшті махаббат, романтика десеңші. Айша анамыз орамалын хош иістендіріп, орамалдан шыққан жағымды иіспен пайғамбар алдына баратын. Әйел қауымның өзінің ең бойындағы сұлулықты, әдемілікті өзгеге емес, өз күйеуіне көрсете білу, сездіре білу дегені осы болса керек. Олар бір-бірін тіпті ыммен, ишарасымен ақ түсінетін. Алла елшісі ақтық сапар алдында жатқан тіс тазалағышын мисуак іздейді. Айша анамыз оның сол затты сұрап тұрған көзінен, көз қарасынан ақ сезіп қояды. Әуелі мисуакты аузына салып, өзі жұмсартып береді. Содан кейін пайғамбарымыз ерекше ықыласпен, бұрынғыдан өзгеше кейіппен тісін тазалаған екен. 4-ші сабақ. Отбасыңа уақыт бөлу. Әйелдің көңіл аулау. Алланың елшісі сапарға шыққанда жарларын өзімен бірге алып жүретін. Айша анамыз бірге аңға шыққанда онымен әзілдесіп, тіпті жүгіруден жарысатын. Бірде Расулалла көршісі қонаққа шақырады. Пайғамбар Айшаның да қатысуын өтінеді. Көршісі бұған келіспегендіктен Расулалла да бара алмайтынын айтады. Ол бірнеше рет шақырғанынан пайғамбар бәрібір бас тартады. Тек Айшамен бірге баруға келісім береді. Ақыры Алла елшісінің айтқанына көніп, Айша да келсін деген екен. Сөйтіп ол аяулы жарын бірге ертіп барады. Мереке күні Айша анамыздың пайғамбардан эфиоптардың ойынын көруге рұқсат сұрайды. Рұқсат беріледі. Сөйтіп ол мешіттің алдында өткен ойынды Алланың елшісі артында тұрып тамашалайды. Расулалла жұбайына кедергі келтірмес үшін бір иығын түсіріп тұрады. Мен иегімді оның иығына қойып, бетімді жағына жақындаттым дейді Айша анамыз. Алла елшісінің аяғы талып шаршаса да керек. Уа Айша, көріп болдың ба деп сұрағанда, жоқ деп жауап береді. Ол жауабын анамыз бұлай түсіндірген екен: оларды көргім келгендіктен емес, өзге әйелдердің менің жас екеніме қарамастан Расулалланың маған қалай қарым-қатынас жасайтынын көргендерін қаладым. Бұдан асқан қандай махаббат бар. Мұхаммед үй шаруаларына да көмектесетін, үйді сыпыратын, киімін өзі жамап, қой сауатын. 5-ші сабақ. Әйелдің қате кемшіліктерін көркем түрде түсу. Бірде Айша анамыз пайғамбарды қызғанып, оны басқа әйелі беріп жіберген тамақ салынған ыдысты сындырып қояды. Бұған куә болғандар мұсылмандардың анасынан мұндай қылықты күтпеген еді. Сол мезетте Расулалла жанындағыларға бар болғаны мұсылмандардың анасын қызғаныш билеп алды деп оқиғаны жылы жауып, мәселені көркем түрде жақсылыққа қарай ауыстырып қойды. Өзін ұстай алды, әрі әйелін ұстамдылыққа тәрбиелей білді. Кекшілдік емес, кеңшілдік жасады. Жамандықты жақсылыққа ауыстыру дегеннің хикметі осында жатса керек. 6-шы сабақ. Махаббат тек тәтті сезім ғана емес, өмір тек қуаныш пен махаббаттан тұрмайды. Кейде қиындыққа төзіп, барға қанағат етіп, сабыр сақтайтын кезеңдерде кездеседі. Расулалла үйінде апта былай тұрсын, тіпті айлар бойы ошағында қазан асылмайтын. Айша анамыз бір сөзінде кездерімізде болды деген. Оның отбасында сол кезеңдерде су мен құрмадан басқа тіске басар ештеңе болмаған екен. Алайда Айша анамыз осынау таршылыққа уақытта пайғамбарға шағым айтпаған. Аштықтан қиналған туралы жұртқа тіс жармаған. Ашаршылық пен кедейшілікке сабыр сақтаған. Барлық іс Алланың қалауына тәуелді болса, олар
қуанышты да қайғыны да бірге бөлісе білді. 7-ші сабақ. Ерлі-зайыптылар бір-біріне киім іспетті. Алла Тағала Құранда Бақара сүресінің 187 аятында олар сендерге киім, сендерде оларға киім іспеттісіңдер деп баяндайды. Пенделік, яғни шектеулік көзқараспен пайымдасақ, адамды суықтан тоңдырмайтын, ыстықта күйдірмейтін киім, әуретті жерді жабатында, сыртқы соққыдан қорғайтында киім. Бәрінен бұрын адамға оның денесі ең жақын зат киім. Алланың ерлі-зайыптылардың жағдайын түсіндіруде киім сөзін пайдаланудың бұдан басқа хикметі көп ақ. Киім секілді ер мен әйел бір-біріне қорғаныш, сүйеніш, бір-бірінің ар-ұятының абыройы, өмірлік жолдас.